TikTok қазіргі кезде әлемдегі ең танымал әлеуметтік желі қосымшасы. Бастапқыда бұл 3 түрлі қосымша болған. Алғашқысы 2014 жылы Шанхайда іске қосылған Musical.ly, бірақ ол ақш-та үлкен аудиторияға ие болған. 2016 жылы қытайлық ByteDance компаниясы Қытайда Douyin атты ұқсас қосымшаны іске қосты, және бір жылдың ішінде ол Қытай мен Таиландта 100 миллион пайдаланушы жинады. ByteDance бұл жобаның құнды екенін түсініп, жаңа бренд TikTok'ты шығаруға шешім қабылдайды. 2018 жылы Musical.ly қосымшасын сатып алып, оны біріктіріп, TikTok'ты әлемдік нарыққа шығарады. Қазіргі таңда TikTok әлемде айына 1,5 миллиардтан астам белсенді пайдаланушыға ие. Бұл оны ең танымал әлеуметтік желілердің бірі етеді. Қолданба күн сайын 900 миллионнан астам пайдаланушы тіркеген. TikTok бүкіл әлем бойынша кеңінен қолданылады. Оның ішінде ақш, Индонезия және Бразилия сияқты елдерде ең үлкен пайдаланушы базалары бар. TikTok'тың танымалдығы әртүрлі жас топтарын қамтиды. Көбі 16-24 жас аралығындағы жастар. 2024 жылдың басында Қазақстанда 18 жастан асқан 14,1 миллион қолданушы тіркелген. Бұл Қазақстанда TikTok'ты 77,5% интернет пайдаланушыларын қамтитын көрсетеді. Платформаның Қазақстандағы танымалдығы тез артып келеді. Әсіресе 18-24 жас аралығындағы жас аудитория ең үлкен топты құрайды. Бірақ 18 жасқа толмаған балалар өздерін 18-24-тен де оңай тіркеле береді. Оның қаншалықты зиян екенін бейненің соңында түсінетін боласыз. TikTok негізінен жарнама мен қосымшаның ішіндегі сатып алулардан табыс табады. 2024 жылға арналған болжам бойынша оның жаһандық табысы жарнамадан 23,6 миллиард долларды құрауы мүмкін. Ал 2023 жылы бұл көрсеткіш 18 миллиард долларды құраған. Теңгеге шаққанда бұл 9 триллион 160 миллиард 305 миллион 336 теңгені құрайды. Сонымен қатар TikTok ішіндегі сатып алулардан миллиардтаған долларларды табады. Мысалы, тікелей эфирлерде виртуалды сыйлықтар арқылы 2023 жылы қосымша ішіндегі табыс 2,71 миллиард долларды құраған. TikTok жаңа достар табу және жаңа байланыстар орнату үшін үлкен әлеуетке ие. Қосымшаның жаһандық қамту арқасында пайдаланушылар әлемнің әр түкпіріндегі адамдармен танысуға мүмкіндік алады. Ал музыка, би және шығармашылық контенттің инклюзивті тілі қашықтық пен тіл тосқауылдарын жеңуге көмектеседі. Платформаның ерекшелігі жылдам, қысқа бейне мазмұн. Бұл қолданушыларды қызықтырудың ерекше әдісі. Ол миымыздағы дофаминді қоздырады, жақсы көңіл-күй химикатын. Егер үнемі жылдам қызықты контент ағымын көру қалыпты жағдайға айналса, оның салдары әсіресе жастар арасында психикалық тұрақсыздыққа келеді. Уақыт өте келе бұл қысқа бейне мазмұнға тәуелділік мидың жұмысын бұзып, тұрақты назарды қажет ететін тапсырмаларға көңіл бөлуін қиындатып, оның қалыпты қызметіне кері әсер етеді. TikTok'тың алгоритмі бейнелерді жылдам қарауды қолдайды. Бұл терең когнитивтік өңдеуден гөрі ақпаратты жылдам өткізіп жіберуге ынталандырады. Бұл ақпараттың қысқа мерзімді жадтан ұзақ мерзімді жадқа ауысуына кедергі келтіреді. Уақыт өте келе бұл мида ақпаратты еске түсіру мен қолдануды қиындатады. TikTok'та көретін бейнелер мен ақпараттың жылдам ауысуы адамның көңіл күйінің тез арада өзгеруіне себеп болуы мүмкін. Әсері миды үнемі жоғары деңгейде белсенді ұстайды. Бұл эмоциялар орталығы амигдаланы және шешім қабылдау мен реттеу функцияларын атқаратын префронталды қыртысты іске қосады. Әртүрлі эмоциялар мен тақырыптар арасында жылдам ауысулар миды көп энергия жұмсауға мәжбүр етеді. Бұл ақыл-ойды басқару қыртысын шаршатып, назар аудару деңгейінің төмендеуіне, шешім қабылдауға және эмоцияларды реттеуде қиындықтарға әкеледі. Күшті эмоцияларға үнемі ұшырау мидың шынайы өмірдегі эмоциялық оқиғаларға реакциясын төмендетеді. TikTok'ты тым көп пайдалану әсіресе түнгі уақытта ұйқының сапасын төмендетеді. Бұл экрандардан шығатын көк жарықтың ұйқы мен оянуды реттейтін гормон мелатониннің жұмысына кедергі келтіруінен болады. Қытайдағы зерттеулер TikTok'қа тәуелділіктен туындаған депрессия, алаңдатушылық және стресс жасөспірімдердің жұмыс жадының төмендеуімен байланысты екенін көрсетеді. Алайда TikTok'та ақылмен пайдалансаңыз, психикалық денсаулыққа, жұмыс қабілеттілігіне немесе әл-ауқатқа теріс әсер етпейді. Біріншіден, нақты мақсаттар қойыңыз. Платформаны не үшін қолданасыз? Көңіл көтеру үшін, білім алу үшін, байланыста болу үшін немесе бизнес жүргізу үшін бе? Мақсаттарыңызды анықтап, санасыз түрде уақытыңызды өткізбеңіз.
Екіншіден, сапалы контентті іздеңіз. Сізге оң әсер ететін, білім беретін немесе көңіл көтеретін авторлар мен аккаунттарды таңдаңыз. Үшіншіден, негативтен бас тартыңыз. Салыстыру, ашу, ыза немесе стрессті тудыратын аккаунттардан аулақ болыңыз. Жаңа дағдыларды үйреніңіз. Аспаздық, фитнес немесе жеке даму сияқты салаларда білім беретін контент жасаушыларды бақылаңыз. Жалпы әлеуметтік желілерді байланыс орнату, ақпарат алу, тәжірибе алмасу, жарнама жасау, көңіл көтеру, білім алу, жаңа достар табу үшін қолданыңыз. TikTok-тың балалар үшін қауіпсіздік мәселелері де маңызды. Алгоритмнің өзектілігі мен жаңартылған ұсыныстары жастардың психикалық жағдайын бұзады. Зорлық, зомбылық, әдепсіз видеолар, жалған ақпарат, қауіпті челлендждер, буллинг, денсаулыққа зиян кеңестер, киберқудалау және зиянды идеологияларды насихаттайтын материалдар балалардың психикасына кері әсер етеді. Бұл контенттер қорқыныш тудырып, өзіне зиян келтіруге итермелейді, моральдық құндылықтарды бұзады, жалған ақпаратқа сенуге, тәуелділікке және агрессивті мінез-құлыққа келеді. TikTok-тағы идеализацияланған бейнелер шынайы өмірді бұрмалайды, адамдарды өздерін басқалармен салыстыруға итермелейді. Бұл комплекстермен күйзеліске әкеледі. Өз өміріңізді өз құндылықтарыңызға сай жоспарлап, шынайы қуаныш әкелетін әрекеттерге назар аударғаныңыз жөн. TikTok баланың құқығы мен қауіпсіздігін қорғауға арналған функцияларды жақсартып келеді. Бірақ оның әсерлері мен қауіптері туралы көпшілік арасында пікірталастар әлі де жалғасуда. Адамдар сондай-ақ ұнатпайтын адамдарды мазақ қылу үшін бірнеше аккаунт құра алады. Троллинг TikTok-та да танымал, әсіресе реакциялар функциясы арқылы. Әлеуметтік желілердің ішінде балалар ең көп. Троллинг, кибербуллингке YouTube-та ұшырайды 79%, одан кейін Snapchat 69%, TikTok 64% және Facebook, Instagram 49%. TikTok балаларға арналған платформаны қауіпсіз ету үшін шағын қадамдар жасап келеді. 2023 жылдың наурызында TikTok қолданбаға ата-аналық бақылау функцияларын енгізді. Олардың ішінде барлық жасөспірімдерге арналған автоматты 60 минуттық экран уақыты шегі бар. Қолданба сондай-ақ ата-аналарға балалар үшін хабарламаларды өшіруге мүмкіндік беретін функцияларды енгізді. TikTok пайдаланушыларды әлемдік қауымдастықтармен байланыс орнатып, мәдени ерекшеліктерді зерттеп, трендтер мен инновациялардан хабардар болуға шақырады. TikTok сонымен қатар мотивациялық контент және психикалық денсаулықты сақтау бойынша кеңестер арқылы жеке дамуды қолдайды. Бизнестер мен контент жасаушылар үшін бұл кең аудиторияға жетуге арналған күшті маркетинг құралы болып табылады. Сонымен қатар TikTok болашақта жасанды интеллекті кеңінен қолданатын, интерактивтілік пен дербестендірілген мазмұнды ұсынатын платформаға айналуы мүмкін. Білім беру, ойын-сауық және сауда-саттық интеграциясы жоғарылайды, ал виртуалды және кеңейтілген шындық элементтері көбірек қолданылатын болады. Бұл бағытта TikTok қолданушылар үшін әлемдегі ең білікті мамандар жұмыс жасап жатыр.